Ұлытаулықтар тасқын судан зардап шеккен өңір тұрғындарына гуманитарлық көмек жіберуде. Атап айтар болсақ, бүгін қайырымды жандар жинаған көмек көршілес Қостанай облысына жөнелтілді. Қай заманда болмасын, ел басына түскен ауыртпашылықты бірлесе еңсеру қазақтың қанына сіңген қасиет. Қостанай облысына көмек көрсету үшін облыс орталығында Қазақстан Халқы Ассамблеясының жүректен жүрекке жобасы аясында жомарт жан орталығы құрылып, аймақ тұрғындарынан ұзақ мерзімге жарамды азық-түлік, жаңа киім-кешек пен тұрмыстық заттар жиналды. Осы қайырымдылық қорға қатысқан барша азаматтарды, елдің тұрғындарына үлкен алғысымызды айтамыз. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Алла Тағала осы үлкен игі іс-шараға мұрындық болып ат салысып жатқан сіздерге Алла разы болсын. Алла әрбіріңіздің отбасыларыңызға амандық, тыныштық бірге болсын. Айта кетейік, қайырымдылық шарасына өңір халқымен бірге жергілікті билік өкілдері, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар, кәсіпкерлер мен дін қызметкерлері белсенді атсалысты. Осылайша Қостанайға Ұлытаудан арнайы жүк көлігі мен 15 тонна көмек жолданды. Мұқағали Сейітқазы, Думан Оразов, Ұлытау телеарнасы.